Қонжық, саған не болды? Достар, мен шаршадым. Біз де шаршадық, Қонжық. Үйімізге қашан жетеміз? Неге әлі таба алмай жүрміз? Қашан жетеміз? Алуаның бөлмесінде ұйықтағым келеді. Бұлай болмайды. Бір нәрсе істеу керек. Не сынасыз, әскербасы? Үйімізді табудың жолдарын қарастыруымыз қажет. Ол үшін не істеу керек? Томирис екеуміз бұл жақтағы үйді көрмегенбіз. Сондықтан бұл мәселеде көмектесе алмаймыз ау. Жақсы, онда Ханшайым, Қонжық, естеріңізге түсіріңіздерші. Үйде жүргенімізде терезеден не көрінушеді? Аула, күн, көше, аспан. Терезеден мынау көрінушеді ғой. Дөңгелек аттракцион қалай ойма келмеген? Демек, үйімізді табуға азақ қалды ғой, солай ма? Егер біз дөңгелек аттракционға жетсек, ол жақтан үйімізді таба аламыз. Не тұрыз? Ақырындап ойымызды іске асырайық. Енді ары қарай қалай жетеміз? Оның да шешімі болу керек. Дөңгелек аттракционға мына арба арқылы жете аламыз. Бірақ бұл арба тоқтап тұр ғой. Басқаратын тетік ана жерде. Әскербасы, тоқтаңыз. Кім тесікті басады? Осы себепті біз екіге бөлінеміз. Біріміз арқан жолды іске қосамыз, біріміз дөңгелек аттракционға барамыз. Біз ана дөңгелекке барғанымызбен Алуаның үйін таппаймыз. Себебі қалаға келуіміз алғашқы рет. Томирис екеуміз тетікті қосайық. Үшеуің үйдің қайда екенін тауып келіңдер. Мен Тайбурыл ағамен қалайыншы. Шаршағанымды сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Ханшайым, дайынсыз ба? Дайынмын. Бұл істі де тезірек бітірейік. Әскербасы, не істеп тұрсыз? Кешіріңіз, Ханшайым әдетке айналып кетіпті. Әне біздің үй. Біздің үйдің шатыры ғой, көріп тұрмын. Әскербасы, үйімізге қалай жетуге болатынын түсіндіңіз ғой? Өзім де сонымен айналысып тұрмын. Сәлеметсіз бе? Мақтабас, жарадың. Қорықпастан, тайсалмастан амандастың. Ұсталып қалғаныңда не болар еді? Оны ойлауға шамам келмеді ғой. Әскербасы, дұрыс келе жатырмыз ба? Алаңдамаңыз, Ханшайым, бәрі дұрыс. Сен балаға сеніп келе жатырмыз. Абайла, адастырма.